Бәріне сәлем, бүгін уйгурский самса жасайтын боламыз. Бұл самсаның қамыры песочный слоеный болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап сатсаңыздар да болады. Қамырын жасау барысында ең алдымен 2 жұмыртқаның үстіне 1 шай қасық тұз, 100 грамм қаймақ, 50 грамм салқын суды құйып араластырамыз. Жұмыртқа алмасыны бір шетке алып қоямыз. Оның үстіне морозильниктен шыққан майда алып, үккішпен өткіземіз. Ұнға осылай былғай отырып, үккіштен өткізіп отырамыз. Арасында қолымызбен осылай үгітеміз. Осының арқасында қамырымыз песочный болып шығады. Қамырымыздың үстіне жұмыртқалы масымызды салып, қасықпен одан кейін қолымызбен илейміз. Қамырымыз біріккеннен кейін қамырды пакетке салып 20-30 минутқа тоңазытқышқа, холодильникке салып қоямыз. Ол уақыт аралығында майды ертіп аламыз. Бұл майды қамырдың арасына жағатын боламыз. Қамырды алып, теңге 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін пакетке салып тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырдың құрамында май болғандықтан қамыр өте иілгіш, жұмсақ, тез жайылады. Бір қамырды мен 2-3 минутта жайып шықтым. Дәл видеодағыдай жайып шыққаннан кейін қамырды бүктеп, шетке алып қоямыз. Қамырды өте жұқада қалыңдай етіп жаймаймыз. Екінші қамырды жайғаннан кейін еріген сары маймен үстіне жайып шығамыз. Осы қамырдың үстіне екінші қамырды оқтаумен жаямыз. Неке осылай жайып шыққаннан кейін бұл қамырдың үстіне тағы да сары майымыздың жартысын жағамыз. Май тегіс жағылғаннан кейін қамырды шетінен ораймыз. Ораған уақытта қамырдың ортасына ауа кірмеу керек. Қамыр нығыздалып, оралу қажет, ешқандай ауа кірмей. Ең соңында осылай қамырымызды қысып, пакетке салып 2-3 сағатқа морозильникке салып қоямыз. Самсаның ортасындағы салмасына тауық етін турап, пияз, тұз, бұрыш, картоп салдым. Орнына фарш немесе етті турап салсаңыздар да болады. Қанша мөлшерде керектігі барлығы астында жазылып тұр. Морозильниктен алған қамырды осылай бірдей бөліктерге бөліп шықтым. 37 граммнан бірдей қылып бөлуге тырыстым. Қамырдың құрамында сары май болғандықтан қамырымыз тез жұмсарып кетеді. Жұмыс жасаған уақытта ыңғайсыз болғандықтан қамырды біртіндеп морозильниктен ала отыра осылай жайып отырамыз. Ортасына салмасын салып, осылай жабыстырып, шетін әдемілеп түйеміз. Түйген уақытта сыртқа шыққан қамырды ішке қарай осылай кіргізе отыра түйетін боламыз. Екінші түйу тәсілімен көрсетейін. 2 қамырды дайындап жайып аламыз. Ортасына салмасын 2 есе көбірек қылып саламыз. 2 жағын жабыстырып, қамырды дәл осылай түйеміз. Дәл осылай түйу тәсілі дастарханды өте ашатын болады, өте әдемі көрінеді. Самсаларды пергаментный қағаздың үстіне қойып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжутпен сеуіп шықтым. 190 градуста самсалардың беті қызарғанша пісіріп аламыз. Самсаның тағы бір үлгісі, самсаларды осылай бір шетке қарай қисайтып қоямыз, сонда өрнегі жоғарысында тұратын болады. Піскен кезде дәл осылай шығады. Құрметті менің оқырмандарым, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, өте дәмді болып шығады. Егер менің видеом ұнап жатырса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.